Насыр әл-Фараби шын мәнінде адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керектігі туралы қазіргі заманда, бүгінгі күні қоғамда ерекше орын алатындығы туралы сол заманда айтып өткен болатын. Әкені пір тұтуымыз керек. Ең жоғарыда әкені қоюымыз керек. Балаға әкенің әрбір жақсылығын соны алға тартып отырсақ, бала содан үлгі алады. Әкесіне ұқсап өседі. Жақсы. Бала ата-ананың айнасы. Ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген. Ата-анамыз бізге әрқашанда жақсы сөз айтады, жақсы білімді беруге ұмтылады. Ата-анамызға қарап біз бой түземіз. Ата-анамыз тек қана бізге жақсы сөздерді айтып, өздері жаман қылық жасайтын болса, бала ата-ананың айнасы, біз соны қайталаймыз. Алайда олай емес. Әкем мен анаммен әрқашанда пір тұтам. Олар менің жүрегім және де жаным. Менің анамның бетіндегі нұры күннің сәулесінен кем емес деп айта аламын. Мына президентіміздің жастарды тәрбиелеу туралы алдыға қойған мақсаттарының барлығы осы Қазақстанның болашағы үшін. Осы Қазақстанның болашағы тірегі де осы жастар. Сондықтан жастардың тәртіпті болуына, және ата-аналарын сыйлап, ұстаздарын сыйлап,